Бүгін Көктөбенің басында кездесіп отырған кісіміз қазақтың көрнекті ақын қызы Күләш Ахметова. Күләш Ахметова 1946 жылы кіндік қаны тамған Жамбыл облысы Талас ауданы Үшарал ауылында балалық шағы өткен. 1966 жылы Жамбыл медициналық училищесін, 1973 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақтың мемлекеттік ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. Еңбек жолын 1973 жылы Қазақстан пионері газетінде әдеби қызметкер болып бастады. 1977 жылдан Жалым баспасының поэзия бөлімі редакторы болған. Бірнеше өлеңдер жинағының авторы, ақын, Қазақстан Жастар одағы сыйлығының лауреаты. Бір қыз, бір ұлы бар, немересінің қызығын көріп отырған ардақты ана. Сіздің үйде кісі көп екен. Маңайыңызда үйіріліп жүрген сіңілдеріңіз ба, қайын сіңілдеріңіз ба? Осы үлкейген сайын менің өрісім кеңейіп келе жатыр, шынын айту керек. Жастар көп айналама жиналатын болды. Ол мұны менің поэзиямды сыйлаған балалар деп ойлаймын. Ағайын туыстан көрі қазір осы жас қалам ұстаған қыздардың ішінде бар, жалпы өнерге талпынған қыздар бар, жалпы өнеріңді құрметтейтін қыздар бар. Солар келгіштейді. Солар жүрген. Өзіңді кезінде осы әдебиеттің босағасын аттаған кезде ақын апаларыңа үйіріліп бедің, жоқ? Талантқа сеніп? Жоқ, мен осы кезге дейін ақын апаларыма үйіріліп тұрам. Мен әуелі жұмысқа қызметке тұратын кезде мына Қазақстан пионерін жағаладым. Неге десең, Фариза Оңғарсынова редактор болып отырды. Ол кезде мен де танымал болып қалғанмын. Университетті бітірген кезде мені бір талай ел ақын деп танитын. Қай газеттің есігін ашсам да болатын еді сол кезде. Бірақ сол Фаризаға жақындадым. Сөйтіп, сол Қазақстан пионері газетінде апамыздың жанында 4-5 жыл қызмет жасадым. Одан кейін де көптеген ақын қыздарменен аралас-құралас болдым. Басым Мәриям Хакімжановадан бастап, Тұрсынхан апамнан бастап, мынау Марфуға апамыз бар. Одан кейінгі жас қыздар, алдымыздағы Қанипа, Ақштап, одан кейінгі артынан ілескен жас қыздар. Ешқайсынан мен байланысымды үзген емеспін. Өзі қанша ақын дегенмен, өзіңді көргесін әрине көбіне сол ақын қыз келіншектер ойға түседі. Өз бізде ақылдың барасында сирек, жаңа Мария апамыз болды. Кешегі керемет бір дарынды ақын Қанипа еді. Өмірден өтіп кетті. Енді алдыңда жүрген сол Фариза, Ақштап, Марфуғалар бар. Иә, рас. Осы бірақ поэзия, қыздар поэзиясы, елдер поэзиясы бөлінбейді, сөйлейміз бе? Барша ойлайтын тарап бір оқ. Таланттың табиғаты ортақ. Бірақ әйел поэзиясының өзінің ерекшелігі, ұлдар поэзиясының ерекшелігі байқалады. Қанша байқалмайды десің. Айтатын сөзге, алған предметіңе байланысты ол енді білініп тұрады. Бірақ әрине үлкен мәселелерге келгенде мен қыз едім-ау, мен енді сондай нәзік жынысты жан едім-ау деп отырудың қажеті жоқ. Ол енді үлкен дүниеге келгенде жаңағы азамат екеніңді сезінесің, уақыт сезіндіреді. Оқып жүреміз, қарап жүреміз, жақсы бір жұмбақ өлең оқысақ та аузымыз түсіп, бақытқа қолымыз жеткендей болады. Қазақ поэзиясында Күләштің алатын орны көзіңе көпе көріне айтып отқанымыз, ойып алған орын бар, ешкімге ұқсамайтын орын бар. Оны жазып жүргендердің әрқайсысының іші біледі, сезеді. Бірақ бір ойлайтын нәрсе, осы басқа алысқа бармай-ақ, тмд мемлекеттерін алып барсаң, сол өзің қатарың Гүлрұқсор Сафиева деген тәжіктің қызы. Мен қашан көрсем Мәскеуде жүреді. Әйтеуір сол баяғы жарасқан айтпақшы, бір ай жазған өлеңін бір жыл насихаттайды дегендей, сол өзінің кітаптарын басқа тілде шығару, өзін насихаттау жұмыстармен көп ойланысады. Содан таланттың артық болмаса екенбіз, бірақ сол көбіне ауылда жүресің. Бәлендей сыртқа көріне қояйын, таныла қояйын деген жұмыстар айнаспайтын сияқты болып көрінесің маған, Күләш. Мен енді алдыма сондай мақсат қоймадым. Осы мен танылып, осы мен бір жарқырап ерекше жүрсем екен деп мақсат қоймадым. Менің енді қойған мақсатым, осы әсіресе үлкейген кезде енді қойған мақсатым, қалай да бір еліме, жұртыма бір сөз айтсам, қалай да өзім бір дүниелерімді жазсам, өзімнің енді толғандыратын нәрселерімді. Бұл халықтың құрметіне бөлену бүгін ғана емес, келешекте де мүмкін ғой.
мен ұрпақтарым сезіп жатса мүмкін, ұрпақтарымыз соны біреуі жаңағы мойындап жатса, ол да құрмет ақын үшін. Ақынның көзі тірісінде бір құрмет, көзі кеткеннен кейін бір құрмет. Мен әрине оған есептеп жатқан жоқ, мен келешекте сол бөлене қояйын деген. Бірақ менің мақсатым өзім жазу, істендіру болды. істендіру, ой салу, ой тастау, мүмкіндігінше. Бір жағынан мына мемлекеттік қызметте отырған адам емеспін. Мына көп қоғамдық жұмыстарда жүрген адам емеспін. Қазақша айтқанда бір азаматтың ошағын ұстап отырған адаммын. Бірақ енді солай дей тұра, енді Алла тағалам ақындық тағдыр берген соң, оның өзінің үлкен жүгі болады, жауапкершілігі болады. Ол жауапкершілік жаңағыдай, бірақ Шыңғыс Айтматовтың өзі айтқан екен, қанша мықты болсаң да, жаңағы шелтең етіп кейде жұрттың көзіне, биліктің көзіне түсіп қою керек деп. Ол биліктің көзіне түсетін де жағдайым жоқ, ондайда енді қалай деуші еді? Құмарлығым жоқ. Иә, соған сондай жоқ енді. Табиғат солай шығар. Иә, табиғат солай шығар. Рас енді жолдасың Қайырбек Асанов белгілі ақын жігіт. Бір үйден екі ақынның табуы да қызық болуы мүмкін. Ең артықшылығы да бар шығар. Жазғаныңды оқи қоятын үстіне қоятын адам бар дәл қасыңда. Рас қой. Рас. Дос бар ма? Қазір қалған, маңайда қалған. Оның екінші бір себебін сұрап отырғанымның, мына танымал адамдарда достар азаятын секілді. Өйткені сенің танымалдығың маңайыңдағы адамға кішкене оның жүйкесіне тиюі мүмкін. Өз басында болғасын түсінемін. Оны сол достықтың жүгін көтеріп жүретін адамдар да азаюы мүмкін. Сен әдебиетшілер, мысалы, мына Анна Ахматова мен Марина Цветаева бір қоғамда, бір дәуірде, бір кезеңде өмір сүрді, бірақ олар дос бола алмады. Орыстың екі ұлы ақын қызы, тіпті енді бір-біріне деген көзқарастары тым салғындау болған, менің ойымша. Біздің елде де сол мына ақын қыздарменен біздің енді тым дос болдым деп айта алмаймын. Құрметтеу, сыйлау, әсіресе үлкеніне құрмет, кішісіне енді жаңа қамқорлық деген мәселе енді бізде бар. Бірақ енді жаңағы қатты араласып, жан дос болып кеткен жағдайлар жоқ. Ал енді өмірде достарым бар. Өмірде басқа саланың адамдар. Басқа салада бар. Мысалы, мен 10 жасымнан дос болған, 3-ші сыныптан дос болған Ізімкүл деген досым бар. Осы өзге дейін арамыз ажырасқан жоқ. Сол сияқты бірталай араласатын кісілер бар енді, Құдайға шүкір. Демек, жаңағы шығармашылық ортада достың аз болуын баяғыда Мағжан айтып кеткен, ақында дос болмайды тірі адамдар. Иә, ол өйткені олардың әрқайсысы дара әлем, әрқайсысы үлкен тұлға, әрқайсысы өздерінше жаңағы орындары бар адам. Бірін-бірі мойындау да қиын, және уақыт та таппайды. Ол енді үлкен бір күрделі дүние ғой. Мына 60-тан кейін, 60-тан былай қарай адамдардың бір-бірімен өз күнде араласу мүмкіндігі де, және күнде хабарласу мүмкіндігі де шектеле береді. Өйткені өзінің жаңағы забота дейді ғой, өзінің әркімнің тіршілігі бар. Бітпейтін тіршілік. Бала-шаға, немере, құда жекжат, сосын жұмыс, сосын бір уақытысы аз қалған сияқты бірдемен бітіріп қойсам, бітіріп кетсем деген тірлік қой енді. Кітабын жазып жатады жазушылар, тіршілігін жасап жатады жазушылар. Қазір енді әсіресе үлкейгенде уақыт жетпейді екен. Кітабын жазады демекші, жазуын қалай? Жас кездегі жазу қандай, қазіргі жазу қандай? Енді шынын айтсам, мен жас кезде жаңағы әдейілеп отырмай жазылатын еді. Әдейілеп отырмасаң да айтпай келетін өзі келіп, сол әйтеуір мейлі қай жерде жүрсең де бір шумақ келе қалып, соны ұйықтап жатсаң да бір шумақпен оянып, соны жаза қойып сөйтетін едің. Қазір енді шынын айту керек, ондай құйылып келіп тұрған дүние жоқ, бірақ жаңағы әдейілеп отырып, дайындалып, уақыт бөліп сөйтіп жазамын, шынын айту керек. Осы жаңа бір шумақтар келіп қалса, ақын мен енді әйел адаммын ғой, сол талай шумақтарым қағазға түспей қалады, қол тимей қалады, қағазға қараудан гөрі қазанға қарау көбірейіп кетеді. Ақын өлеңнен бір айырлық болса, тауып алу қиын оны, солай емес пе? Ол солай болды. Жоғалса кетеді. Дұрыс айтасың, жүрсін, бірнеше жыл сондай болды. Бір сондай алыстан қарап, сөйтіп қалдым. Содан кейін мен өзім қайтадан ойладым, жоқ, өзіме берілген Алла тағаламның нығметін мен пайдалануым керек, және ол мен алыстап кеткен себебім, бір азаматтар айтты, осы өлең деген өзі жолы ауыр екен деп сондай бір пікірлер айтты. Содан кейін осы өлеңнің маған қажеті бар ма? Менен бұрында жақсы өлеңдер жазылды ғой, қазірде жазылып жатыр ғой, бізден кейін де жазылды ғой деген бір ойлармен кішкене жүріңкіреп қалдым.
Содан кейін ойладым, жоқ, маған өз уақытымда туған адаммын ғой, маған өз уақытыма лайық, маған пешенеме жазылған тағдырымда бір нәрсе айту керек шығар. Сол айту керекті мен айтпай кетсем, ол ұят болады. Мүмкін күнә болар, мүмкін өкініш болар деп сол. Өзің ғана айтатын сөз болады ғой. Иә. Өзіңе ғана лайық, өз жүрегіңнен ғана шыққан. Өзіңнің тағдырыңа ғана, өзіңнің көзқарасыңа ғана Жалпы лайық. Күләш мына қазір 10 том, 15 том, 18 том шығарған кісілер пайда болып жатыр. Өзің жазғандарың қанша болды? Мен соны осы жақында ғана ойландым, осы мен жазған томдарым қанша болады екен деп. Енді әбден бәрін әлгі сол 7-ші сыныпта өлеңдерім шыға бастады облыс газетке. Содан бергінің дүниенің түгін қалдырмай шығарсам, бір 5 том болады екен. Иә, бірақ мен ол 5 томды шығармас едім. Егер мен 10 томдық дүние жазған болсам да шығармас едім. Мен жақсы 2 томдық шығарғым келеді. 2 томның өзі көп емес пе? Иә, өзіме қазір, мысалы сендер үшін, айналам үшін, достарым үшін шығарғым келеді 2 том. Ал шындап айтсам, Інжу Маржанын ішінен теретін болсам, жаңағы Саф алтындай деген шығарма өзіме ұнаған және жұрттың бір айтып жүргендерін алатын болсам, ол ғана бір дәптерше кітап болатын шығар. Әнге сөз жазып жатқан жоқсың Күләш? Жоқ, өйткені ол әнге сөз жазу деген заманның сұранысына байланысты. Қазір поэзиядан гөрі музыканың дәуірі жүріп тұр, иә. Сондықтан музыкаменен көбірек танылады, музыкамен көбірек жаңағы әр жерде жаңа көрінеді. Сондықтан енді ол да заңдылық шығар. Бірақ ол өтпелі дүние. Ол мәңгілік музыка жазып жатқан ешкім жоқ шығар енді, мәңгіге қалатындай. Бірақ осы өзіңнің осы саналы ғұмырыңда жазған дүниелеріңді алып қарасаң, мен де оқимын, қараймын. Жаңа кітабың шығыпты, Құт деген кітабың, құтты болсын. Рахмет. Күн шыққанда күліп оян деген кітабыңды өте зер салып қадағалап оқыдым. Рахмет. Осы өзіміз өмір сүрген дәуірдің бір ақындық шежіресін өзіңде жазып тындырған сияқтысың. Өз тұрғыңнан, өз тұлғаңнан, өз биігіңнен. Кім білсін? Иә. Бұл ғайып нәрсені кім біледі? Иншалла, Халық өзі біледі, уақыт екшейді. Иә, рас. Бірақ осыған лайық ақынның елінен көретін құрметі де болуға тиіс қой енді. Дәметесіз. Бүгінге дейін алған атағың да жоқ пәлендей. Қазақстан жастар сыйлығын алдың. Сосын сұрастырып көрсем, мына өзің туған Жамбыл облысының құрметті азаматы дейтін атағың бар көрінеді. Ол да жақсылық. Оны бермесе қайтер. Оған да шүкір, иә, оған да шүкір. Қайырбек өзінің ауданының құрметті азаматы. Бірақ осы аз болып көрінеді. Өйткені ақында бала сияқты арқасынан қақпаса, маңдайынан сипамаса, кішкене көпшік қоймаса, оның шабысы зор тойуы мүмкін, көңіл қошы да болмауы мүмкін. Жалпы бір облыстарда бар, өздерінен шыққан қаламгерлерін құрметтеп, соған стипендия тағайындап, үй әперіп деген сияқты. Мен ойлаймын, осы мына өнер адамына қалай болғанда осындай қамқорлық керек мемлекеттің тарапынан, биліктің тарапынан. Одан мемлекеттің қазаны ортайып қалмайды, өзені суалып қалмайды. Сөйлеңіз бе Күләш? Оның рас, енді ол айтылып жатқан нәрсе. Әсіресе мынау, ол сен үлкен сыйлықты айтасың, мен бергі жағында қаламақын айтайын. Иә. Қаламақ. Енді жазғасын оның ғайып шамы жоқ. Қарасаңызшы, мысалы бір жұмысшы немесе бір қызметкер осы еліме мен бір адал қызмет етейін, тегін еңбек ақысыз қызмет етейін деп айта ма? 5 жыл, 10 жыл айтуға тиісті де емес. Тиісті де емес. Немесе бір дәрігер, мен осы 5 жыл, 10 жыл елді тегін емдейінші, еңбек ақы алмай қояйыншы деп айта ма? Ал енді сол еңбек ақы алмайтын, енді қаламақын еңбек ақы дейікші, ешқандай бір тыйын үкіметтен алмайтын кім ол? Ол жазушы ғой, өзің білесің. Сол егерде жазушының жаңа қаламақысы, еңбек ақысы орнында уақытылы беріліп тұратын болса, оның кішкене еңсесі көтеріледі, рухы биіктейді. Ал енді рухы биіктегеннен кейін ол әрі қарай енді жаңағы сыйлықтарды ойлай бастайды. Өзің айтқан жаңағы Гүлрұқсор Сафиева, немесе басқа ақын жазушылар, басқа мысалы мемлекеттердегі. Менің шын айтқанда менің ең бір өкінетін жерім біздің қазір әдеби байланыстардың үзіліп қалғаны. Біз мысалы сол Мәскеуге де немесе басқа шетелге де әдебиетші ретінде, қаламгер ретінде бара алмаймыз. Ондай жаңағы қаржыландыратындар да күш жоқ. Сондықтан ол жаңағы мысалы шетелге танылмасаң, шетелдік әріптестеріңменен бірге жүрмесең, үйренбесең, оқымасаң, ізденбесең, онда сен қалай жаңағы сыйлық сұрайсың? Сыйлық сұрауға да бір өзіңде бір негіз болу керек қой. Мен осылай пәлен жер мені таниды, пәлен жұрт мені бағалайды, құрметтейді.
ойлым жұртым сен неге бағаламайсың деп айтуға да болатын шығар. Үйде отырып жазасың, үйде отырып кітабың шығарасың. Енді ол көзге түспедім деп өкінуге болмайды. Мен енді берсе жақсы, бермесе ештеме етпейді. Ол жұрт ойлауы мүмкін, осылар жазады, сосын соған бірдеңе дәметеді деп, ең қасіретті, ең қиын еңбек жазу. Қалай болғанда? Күні-түн ойлайсың. Және бұл ең пайдалы еңбек болуы да мүмкін. Ең пайдалы. Осы қазақ халқы бүгін қазір рухын тіктеп, еңсесін көтеріп, жоқ жітігін түгендей бастаса, сондағы көп үлес осы кітаптың бетінен келіп жатқан шығар деп ойлаймын мен. Рас қой. Ұлттың мүддесін, елдің тағдырын, жердің тағдырын, халықтың жағдайын ойлайтын қаламгер ғой енді. Олар енді сол еңбегі үшін қалайда халықтың құрметіне де лайық деп ойлаймын. Қаламгер қай жаққа жетелесе халық сондай. Иә. Жаңа қауымда, жас қауымда сондай. Енді ықпал жасайтын, рухани ықпал ғой, қаламгер деген. Рухани ықпал қай уақытта да солай болған. Және қандай ұлы халық болса да, қандай кемеңгер халық болса да, оның алдында үлкен бір тұлғалар болу керек. Ал енді қаламгер қай уақытта да тұлға деп ойлаймын. Өйткені ол өзінің жаңағы мынау елге, жерге деген көзқарасымен, үлкен пайымдауларымен, ой толғаныстарымен, қордалы проблемаларға баруымен ол тұлға болып, тұлғалық дәрежеге көтеріледі. Екеуміз былтыр Меккеге барып келдік, Қайырлықта бар. Сол сапарға да оңайлықпен барған жоқпыз. Іштей шара құрып ізденумен бардық. Рас қой. Ақиқатты жетеміз бе деп бардық. Сырттан әркім не айтуы мүмкін. Мысалы, өзің сол сапардан не алып қайттың? Ұстанып жүрсің ба? Енді мен Қабылдың ба ақиқатты? ислам дініне бет бұрғаныма көп жылдар болды. Біраз уақыт болды. Құдайға шүкір, маған ықпал еткен достарыма рахмет айтамын. Мен енді үш мәселені түйіп қайттым. Біреуі дін деген жоғары тәртіп екен. Сол елдегі әлгі тазалық, ұрлық қарлықтың жоқтығы, әлгі дүкендерін ашып тастап жүгіріп намаз оқуға кетіп жатыр. Сосын ішімдіктің жоқтығы, басқа да тәртіпсіздіктердің біздің көзімізге түспегендігі, сол тәртіпті, діннің тәртіп екендігі ғой деп ойладым. Бірінші. Екінші, дін тазару ма деп ойладым. Мен сол жаңағы барғанда Қағбаны бәрін айналып жатқанда мен көп айнала алмадым. Былай осындай бір жерден отырып Қағбаға қарап отырдым. Сонда қарап отырып, өзім білмеймін, ол қалай маған сол сезім келгенін білмеймін. Мен ана Қағбаға отырып, өзім дүниеге шыр етіп түскен сәтімнен бастап көз алдымнан өткіздім. Ана Қағбаға қарап отырып, сөйтіп өзімнің әкемнің, шешемнің өмірлерін көз алдымнан өткіздім. Олардың қайшылықтарын, олардың сәттіліктерін көз алдымнан өткіздім. Сосын өзімнің бойжеткенге дейінгі өмірімді, одан кейін жар таңдау, одан кейін перзентті болу, одан кейінгі жаңағы өмірім, тіршілігім, қуанышым, жаңа адамдарға деген өкпем, күнәм, қатем, көп деген, әсіресе мынау біз жүрегімізде өкпе ұстап жүреміз ғой, реніш ұстап жүреміз ғой. Соның бәрін ойлап, ана жерде отырып бір тазарғандай болдым мен. Сонда жаңағы өзім ойлап отырдым, мен неге соның бәрін осы кезге дейін бойымда сақтап келе жатырмын. Сол біреуге деген өкпе, немесе бір қателіктер, өкініштер, уайым, оның бәрін маған не керегі бар? Осы мен өзімнің уақытыммен өмір сүруім керек. 60 жыл бойыңда жаңағы дүниені сақтап жүру, керексіз энергияны сақтап жүру сияқты. Соны мен ойладым, енді өзімнің уақытыммен өмір сүруім керек деп, сондай бір жеңілдеп шықтым, сондай тазарып шықтым. Соны дін тазалық, жан тазалығы, рухани тазалық деп, екінші айтайын дегенім сол еді. Ал үшіншісі, сонда түйіп қайтқаным, дін ынтымақ, бірлік екен. Мына жамиғатпен бірге мешітке барып намаз оқиды осы Алматының өзінде, әр жерде. Ал онда бүкіл жаңағы дүние жүзінің ислам қауымы келіп, ислам қауымынан өкілдер келіп, 3-4 миллион адамның бас қосуы, үлкен ынтымақ, үлкен береке, үлкен бірлік. Мен сонда түйіп қайтқаным, осы бірлік дінді ұстап тұр, сол үлкен бірлік. Ал енді мына әрбір мемлекет ұстау үшін де үлкен бірлік керек екен. Менің осы елімізге келгенде ойладым, сондай ынтымақ, сондай бірлік керек екен. Оның енді жаңағы жолдарын қарастыруға болады екен. Ол тек қана дінмен емес, адамдарды бір мүддеге, мысалы ұлттық мүддеге, елдік мүддеге
жаңағы топтастыру. Мысалы қазір біз мына президент жолдауларының төңірегінде топтасып отырмыз ғой. Сол арқылы біз өзіміздің жаңағы елімізді, жерімізді, жаңағы сосын халқымызды соны ойлай отырып, соның мүддесін қорғай отырып, сақтай отырып топтасуымыз керек екен. Сосын біз мына жай ғана топтасып қоймай іс бітіруіміз керек екен, әрекет жасауымыз керек екен. Өйткені біздің жүрсін қазір уақытта біздің халқымыз барлық уақыттағыдан да көрі ыдырап тұр екен. Әртүрлі мүдделерге, қызмет мүддесі, мансап мүддесі, дін мүддесі, діндерде енді бізде көп дінге ауысып кетіп жатыр ғой жастар. Сосын мынау жеке бастың мүддесі, сондай жеке мүдделер, сосын партиялардың мүддесі, немесе мысалы жаңа жазушылардың бір-біріменен сыйыспай қалатын мінездері де, тұлғалардың бірін-бірі мойындамайтын қалатын жағдайда, осының бәрі жаңағы біздің бір мүддеге бірікпегендігімізден. Сол жаңа Меккеден кейінгі тереңірек бір маған ой салған нәрсе осы мүдделердің бірлігі, жаңағы дін адамды біріктірсе, мына елдік мүдде бізді біріктіру керек. Сондай бір бәріміз топтасуымыз керек, ынтымақтасуымыз керек. Жаңағы жеке анау мынау екен дегеннің бәрін қою керек деп ойлаймын. Ол біздің қасіретіміз екен, ол біздің түсінбей келген жағдайымыз екен. Оны жұрт пайдаланады екен, басқа мысалы жат жұрт пайдаланады екен. Ақиқаттың алдында бірігу үшін де, бірақ адамның өзінің ішінде бір қағба болу керек қой, күләш. Әркімнің ішінде. Осы жерде даусың қалсын. Көктөбеде кездесудің соңында. Бірден оқып бересің бе? Күләштің даусы қалсын Көктөбенің басында. Рахмет. Көктөбеден мен көптен бері келмеген едім. Көктөбеден көрінеді екенсің көптөмен деп бір өлеңім бар еді, ертеректе жазған. Қарап отырмын, кішкене қаламыз бұрынғыдан өскен, өркендеген, керемет, жылдан жылға көркейіп келе жатыр. Сол енді бүгін қатты көрініп отыр маған. Мына жерде тазарып қалыпты. Біз осы Көктөбенің басында бір тазару, осындай сырласу орнына айналдыруға болады ғой деп ойлаймын. Енді мына ел қалабасы да сондай бір шаруда, сондай бір тірліктің қамымен жүрген сияқты, мынаның бәрін бір жүйеге келтіріпті. Сондықтан саған рахмет, осы жерге шақырғаныңа. Енді мен ойлаймын, мына еліміздің көші түзу болса, тыныш болса жеріміз, саясаткерлер бізге сөз қалдырмай жатса, арман не? Біз сол саясатты жазбай-ақ, жай ғана өзіміздің лирикамызды жазып, адами, тұнық, бір мөлдір, имани дүниелер жазып жүрсек жетер еді деп ойлаймын. Сондықтан бір кішкентай ғана Жыркеші деген өлең оқып берейін. Өзім туралы, өзімнің жыркешім туралы. Жыркеші залда толады, жылжиды мезгіл ілгері. Қолыма келіп қонады хризантема гүлдері. Жоқ еді күмән күнәда, тұр еді баурап, нұр орап, жамандықтардан шынада, жан жағым нұрлы мүбәрәк. Өлеңді нәзік үлбірді, өпеткен самал үні бар, өкілі лебіз білдірді үздіктер менен ұлылар. Көз жастарымда тәтті тым скрипканың тілінде, бұл дүниенің бақ құты адамның ниетінің түзулігінде. Қарындас едім, үндестім, түсінген сыйлап, ағалап, тізгінін бердім бұл кештің тұнықтығыңызды бағалап. Шаршадым деуге негіз жоқ, шарапат деген ыпырас, тербеліп тұрды теңіз боп, теңдессіз терең ықылас. Жұпарлы еді, сіздеді, жаңбырлы бақтың нұр лебі, пішен боп жатты күздегі хризантема гүлдері. Әдемі өлеңі, Жыркешінде оққан өлең ғой. Иә, өзімнің Жыркешіме арнаған. Күләш, осындай әдемі, сүйкімді, балбыраған жылдарың көбейе берсін. Алла ғұмырды ұзақ қылсын. Әмин. Ұлы сүріп отырсың, ұзақ сүріп отырсың. Иншалла. Әлкені түсірген жоқсың ғой? Жоқ, түспей жатыр. Қыз ұзаттық, немерелі болдық. Жиен. Жиен. Сол қызықтарды көруге жазсын, пенде ретінде, ақын ретінде өлеңнің Көктөбесінің ең шырқау шыңында жолығуға жазсын. Бірге жүрейік, бірге болайық. Рахмет айналайын.